Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай супер мега қатпарлы қаттама нандарымызды дайындайтын боламыз. Осындай керемет рецепттер алмау үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы суымыз бен сүтімізді құйып, оған аштыққа, тұз, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ұнымызды еліктен өткізе отырып, алдымен жарты бөлігін, сонан соң қалған бөлігін салып, осындай жұмсақ, жабысқақ, қолға жабысып тұратын сұйықтау қамыр илеп аламыз. Жұмыс үстеліміздің бетіне ұнымызды сеуіп, тағы да нанымызды толықтай илеп аламыз. Осылай үстелдің үстінде илеу қажет. Сонда керекті ұнымызды артық қосып қоймаймыз. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамыр осындай қолға сәл жабысатын сұйықтау болып иленуі қажет. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, төртеуін жасап шығамыз дөңгелектеп, және де бетіне ұн сеуіп, бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Міне жарты сағат біздің қамырларымыз демалып, жұмыс жасауға дайын тұр. Енді бір-бірден алып, ұнымызды молынан сеуіп, қолымызбен орташа көлемге дейін жайып шығамыз. Мінекей барлық 4 қамырымызды да дәл осындай орташа деңгейге дейін келтіріп шығамыз. Енді ең үлкен дегеннің астына салып, үстісіне осылай төртеуін қойып шығамыз, және де оқтаумен төртеуін бірге жаямыз. Орташа деңгейде жайып шығамыз. Еш қиындығы жоқ, жеңіл жайылады, жұмсақ қамыр болғандықтан. Және де ескеретін жайт, араларына ұнды молынан себеміз, себебі қамырымыз осылай біртіндеп алған кезде жабыспай жеңіл алынуы үшін бірінші жаймас бұрын орналастырған сәтте араларына ұнды молынан қорықпай себе беріңіздер. Міне осылай оқтауымызға бір-бірден 3 қамырымызды жинап аламыз. Соңғы қамырымызды әрі қарай жаямыз. Астыңғысын өте жұқа болғанға дейін жаямыз. Барлық қамырды солай жаямыз екен, жұмысы көп екен деп қорықпаңыздар. Тек қана біз астыңғы бөлігін өте жұқа етіп жайып аламыз. Енді сармайымызды ертіп алып, жақсылап бетіне жағып шығамыз, барлық жеріне тиетіндей етіп. Майымызды жағып алғаннан кейін, жаңа оқтауда жиналып тұрған бірінші қамырымызды осылай үстіне қойып жіберіп, жан-жағынан тартып, жабыстырамыз, шеттерін бір-біріне әкелеміз. Сонда өзі-ақ осылай тартылып, созылып шығады, ешқандай жыртылып кетпейді. Тағы да осылай май жағып, қабаттарымызды қайталаймыз. Неке үстіңгі бөлігін орналастырдық. Оның ең беткі бөлігіне де майды жағып, осылай екі жағынан әкеліп, ортасына қарай бүктейміз. Дөңгеленген шеттерін созып-созып, төртбұрышты формаға келтіруге болады. Сонан соң бетіне тағы да майымызды жағып, екі жағын беттестіріп, тағы бір бүктеп аламыз. Енді ең соңғы рет майымызды жағып, осы ұзын қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осы бөлінген 2 бөліктен бізде 2 қаттама шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, орап шығамыз. Осылай 2 нанымызды да әдемі формаға келтіріп алғаннан кейін бетін целлофанмен жауып, тағы да 10-15 минут ұстап демалдырып аламыз. Сонан соң ұнымызды сеуіп, оқтаумен сәл ғана жайып аламыз. Мен көп жайып жіберіппін, яғни жұқа етіп, егерде қаласаңыздар, одан кішкентайлау етіп, яғни томпақ болып шықсын десеңіздер, солай кішірек қылып жайсаңыздар болады. Бетіне әсемдік үшін жұмыртқамызды жағып, қалауыңызша күнде сеуіп, қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Не осылай мен пештің 2 қабатына 2 нанымды қойып, бірден екеуін бір уақытта пісіріп алдым. Осындай жұмсақ болып шығады. Ыстық болғандықтан ұстай алмай тұрғанды байқасаңыздар болады. Өте қатпарлы, өзі ашытқы қосылған нан болғандықтан өте жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналым сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоларыма лайк қойып, қазақша контентті қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.